Бүгін біз көп адам мән бермей жүретін, бірақ уақыт өте көз жанарын біртіндеп жоғалта бастайтын катаракта туралы айтамыз. Катаракта дегеніміз көздің ішіндегі мөлдір хрусталиктің лайлануы, яғни адам бұрын анық көріп жүрген дүниені бірте-бірте бұлыңғыр көре бастайды. Алысты ажырату қиындайды. Жарыққа қарай алмай сығырайып қалады. Кейде бейне қосарланып көрінеді. Тіпті жақсы көру үшін үйдің жарығын күшейтуге мәжбүр болады. Қазір әлемдегі соқырлықтың тең жартысына жуығы дәл осы катарактамен байланысты екені бекер емес. Көбіне бұл ауру 60 жастан асқан адамдарда кездеседі, бірақ ерлер мен әйелдерде шамалас деңгейде байқалады. Катарактаның негізгі себебі көбіне жасқа байланысты өзгерістер болса, кейде туа біткен түрлері де болады. Кей жағдайда көзге тиген соққы, жарақат немесе сәуленің әсері себеп болуы мүмкін. Өкінішке қарай, дәлелденген нақты алдын алу жолы әзірге жоқ. Кейбір тамшылар зерттеліп жатыр, бірақ олардың хрусталиктің лайлануын тоқтататыны